Сәлем достар, менің видеоларым ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Мен бүгін қолдан түшпәра түйетін боламын. Бізге ең алдымен ұн қажет. Оған қажетті мөлшерде тұз салып, бір жұмыртқаны қосып араластырып алам. Және суды аз-аздан құйып, жұмсақ қамыр илеймін. Міне, дәл осындай қылып жұмсақ қамыр илеймін. Енді бұл қамырды 10-15 минутқа тындырамын. Және осы уақыт аралығында оның салмасын дайындайтын боламын. Түшпәраның салмасына қажетті мөлшердегі фаршқа бір жуаны ұсақтап турап қосып, оған тұз бен қара бұрышты салып жақсылап араластыратын боламын. Салмасını дайындап болғаннан кейін тынған қамырды жаятын боламын. Қамырды жайғаннан кейін дәл осылай қылып кесіп ұсақ бөліктерге бөлемін. Ұсақтап бөлінген қамырға салмаларын салып, осы видеодағыдай қылып үшбірешті етіп, екі шеттерін біріктіре отырып түшпәра түйетін боламын. Міне дәл осындай қылып барлық түшпәраларды түйіп аламын. Енді қызып тұрған майға жуаны салып қуырамын. Оның үстіне ұсақтап туралған картопты қосып 10-15 минуттай қуырамын. Картоплы қуырылғаннан кейін үстіне томат салып, оны да 10-15 минуттай қуырамын. Одан кейін үстіне қажетті мөлшерде су құйып, тұзын салып, бір қайнатып аламын. Суы бір қайнағаннан кейін дайындап қойған түшпәраларды салып, баяу отта пісіретін боламын. Міне менің түшпәраларым дайын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіз.